Қайырлы күн достар, сіздермен бірге өте дәмді әрі құрамы өте қарапайым шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің пирогымызға қажетті ұн, қант, сары май, жұмыртқа, алма және разрыхлитель. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды қосып жақсылап миксерлейміз. Бұл массаны аппақ көбік болғанша миксерлейміз, қантымыз әбден еруі қажет. Міне осындай болды. Оның үстіне сары майымызды қосып тағы да миксерлейміз. Және бұл массаның үстіне разрыхлителімізді қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнымызды осылай електен өткізсек, біздің ұнымыз ауамен араласып өте жақсы болады. Және бұл массаны тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Арасында ешқандай іртігі немесе араласпай қалып кетпесін. Бізде өте әдемі бір келкі масса пайда болады. Енді бір алмамызды осылай пирогымыздың ішіне қосуға, екіншісін бетін әрлеуге қолданамыз. Мен кішкентай кубиктап турадым. Сіздер өз қалауларыңызша турап қоссаңыздар болады. Міне дайын алмамызды пирогымызға қосып, барлығын араластырып жібереміз. Табамызды кішкене сары маймен майлап жібереміз, немесе майламасаңыздар да болады. Пирогымызды ішіне орналастырамыз және алмамызды бетін әрлеуге қолданамыз. Мен осылайынан турап қойдым, сіздер өз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Немесе қоймай қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған 180 градуста қызарғанша піскенше пісіріп аламыз. Піскенін ішіне зубочистка салып көреміз. Қамырымыз құрғақ болып шықса, біздің пирогымыз дайын. Міне осындай өте дәмді әрі жұмсақ пирогымыз пісіп шықты. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назым. Барлықтарыңызға ас болсын.